Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым YouTube желісінің көрермендері. Бүгін мен сіздерге бір қызықты видео жайлы көрсетейін деп жатырмын достар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Одан алдын Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз болса қойып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді бұл видео мен үшін қызықты әрі жақсы жаңалық деп ойлаймын. Сіздерге де қызықты болады деп ойлаймын достар. Әрі менің істеген жұмыстарыма бір видео отчет есебінде сіздерге көрсетіп жатырмын достар. Алдыңғы видеоларымда ерте көктемде біз жеміс ағаштарын будандастыру жайлы бір видео түсіргенбіз достар. Сол кездері шабдалы жеміс ағашына будандастырғанбыз. Мінекей мына көріп тұрғаныңыздай шабдалы жеміс ағашы әдемі болып түйіп, күшті болып өсіп жатыр. Мінекей достар, жемістері мол. Енді сол кездері шабдалы жеміс ағашына мінекей достар еріп жеміс ағашының шыбығын будандастырғанбыз. Мінекей достар, қараңыздар мына қызықты. Көріп тұрғаныңыздай Алланың қалауымен шабдалы жеміс ағашында еріп жеміс ағашының шыбығы ұстап жапырақ шығарып, мінекей өсіп тұр. Мінекей мынау шабдалы, көріп тұрғаныңыздай, мынау ерік жеміс ағашы достар. Мына жерде мінекей сол кездері мына жерде мінекей будандастырып шыбығын осылай будандастырғанбыз, өріктің шыбығын достар. Енді мынау енді тәжірибе есебінде қарағанда мына шабдалының бұтағымен мына жеміс еріктің шыбығы екеуіне бір-біріне сәйкес келгені жақсы болатын сияқты достар. Мінекей достар, шабдалы жеміс ағашында ерік жеміс ағашының шыбығы жапырақ шығарып өсіп тұр достар. Енді бұл ары қарай не болатыны маған өте қызық болып тұр достар. Видеоларды өткізіп алмаңыз достар, бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта видеолар түсіру барысында достар осы будандастыру жайлы сіздерге көрсететін боламын достар. Мінекей достар, сіздерде де осындай жағдай болды ма? Сұрақтарыңыз болса достар, егер өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісетін болсаңыздар достар, комментарияға жаза кетіңіздер достар. Каналға тіркеліңіздер достар. Осылай достар, шабдалы жеміс ағашында өрік шыбығы жақсы болып өсіп тұр. Мінекей достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.